Сәлем құрбым, менің каналыма қош келдің. Сенімен бірге Назерке. Біз бүгін печенье орешки пісіретін боламыз. Ендеше кеттік. Печеньемізді пісіру үшін бізге ең алдымен қажетті ингредиенттерді дайындап алайық. Ол үшін бізге ұн, қант, ерітілген сары май, немесе жұмсақ бола береді, жұмыртқа және де разрыхлитель керек. Ал салмасына вареная сгущенка немесе кәдімгі сгущенка және де қалауыңша орех салсаң болады. Бірақ орех не обязательно. Ал кеттік. Жұмыртқамызды ыдысқа салып алып, үстіне қантты салып, майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді ұнымызбен разрыхлителімізді үккіштен өткізіп қоспамызға қосамыз. Содан соң өте жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болады. Бетін жауып қойып 30-40 минут демалдырып аламыз. Дайын болған қамырымызды кішкене бөліктен осындай шариктер жасаймыз. Бірдей болып шығу үшін таразыға өлшеп алсаң да болады. Немесе осылай көз мөлшермен істей береміз. Алғашында мен осылай көз мөлшермен істегеннен кейін шетіне жайылып пісіп кетті. 3-4 рет істегеннен кейін барып қалыпты формада шыға бастады. Егер таразыға өлшейтін болсаң, онда 5 граммнан өлшеген жетеді екен. Бірақ енді әркімнің орешницасы әртүрлі. Сол себепті ол алғаш піскеннен бәрі идеальный орешкалар шықпайды. 3-4 істегеннен кейін барып жақсылар шыға бастайды. Осылай бәрін пісіріп аламыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Ортасына начинкасын. Вареная сгущенкамызға мен орехты блендермен езіп алдым. Екеуін араластырамын. Енді дайын болған салмамызды әрбір орешкенің осындай жарты бөлігіне салып, екінші бөлігімен бетін жауып, печеньемізді құрастыруға кірісеміз. Міне соңында бізде өте осындай жұмсақ, шай ішуге өте керемет печеньелер дайын болып шығады. Сондықтан жасап көруге кеңес етемін. Ал сендермен болған Назерке. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтар болса комментарийға жазып кетеміз. Келесі кездескенше.